Сіздермен бірге заңгер Жинабаев Марғұлан бүгін алимент туралы тақырып қозғаймыз. Жалпы алиментті қалай өндіреді? Сол туралы айтылайық. Бірінші кезекте әрине арыз жазу керек сотқа. Қандай құжат тіркейміз? Баланың туу туралы куәлігі, өзіңіздің жеке куәлігіңіз және баланың денсаулығы бар, тірі деген анықтама. Жеткілікті. Госпошлина, баж салығы төленбейді, тікелей сотқа өткізе бересіз. Өзіңіз пропискаңыз бойынша сотқа өткізуге болады. Болмаса, жаңағыдай күйеуіңіз қай жерде тіркелген, қай жерде пропискасы бар, сол жерге сотқа жүгінуге болады. Арыз түскеннен кейін 3 күн ішінде, 3 жұмыс күн ішінде сізге не шығу керек? Сот бюроға шығу керек. Сот бюроны аласыздар да соттан. Сот орындаушыға тапсырасыздар. Өйстіп, алимент жаңа жауапкерден өндіріле бастайды. Жауапкердің қандай да бір атына мүлік болса, соған тыйым салынады. Егер ол алимент жаңа бюро шыққаннан кейін, сот орындаушының қолына түскеннен кейін, сот орындаушы жауапкерге 1 ай өз еркімен алиментті төлеуге уақыт беріледі. Егер 1 айдың ішінде алимент төленбесе, сот орындаушы не істейді? Тыйым салады счетына. Жеке жаңағыдай жүргізу куәлігі болса, соған тыйым салуы мүмкін. Мүліктер болса, соған тыйым салуы мүмкін. Счеттарында ақша болса, сол счеттан ақшаны алып, сізге алимент өндіруі мүмкін. Осындай жағдай. Ал енді бала санына байланысты алименттің де көлемі өзгеріп отырады. 1 балаға 25%, 2 балаға 33%, 3 баладан одан асатын болса, бүткіл табысынан 50% болып есептелінеді. Ал егер күйеуіңіз жұмыс істемесе, көбінесе әйел адам береді, сондықтан күйеуіңіз деп айтып жатырмын. Күйеуі де әйеліне бере алады, негізі егер бала күйеуімен тұрса. Жауапкер дейікші. Жауапкер жұмыс істемейтін болса, онда алимент қалай есептейді? Ол кезде статистикаға сұраныс жібереді. Мысалы, Алматы қаласы бойынша орта айлық 250 мың теңге. Яғни 250 мың теңгенің 1 бала болса 25%, 2 бала болса 33%, 3 бала болса 50% есептеп, мойнына қарызды іліп есептей береді. Сөйтіп, 1-2-3 жылдың ішінде бәленбай миллион теңге қарыз мойнына ілініп қалуы мүмкін, егер жаңағындай жауапкер жұмыс істемейтін болса. Сондықтан жауапкердің жұмыс істегені жақсы. Қандай да бір айлық болады, сол айлықтан 1% мөлшерлі пайызын төлеп отырады. Алимент туралы арызды осылайынан ары қарай беріп, барлық алименттің жағын өндіруге болады. Яғни борышкердің егер жұмыс істемейтін болса, осылайынан жағдай орта айлық есепті көрсеткішпен есептеп, мойнына қарыз қылып ілуге болады жауапкерге. Егер жауапкер бір жерде жұмыс істейтін болса, ол жұмыс істейтін болса, тіпті жақсы, яғни белгілі айлығы бар, сол айлықтан белгілі пайыз мөлшерін бағана айтқандай өндіріп отырады. Егер ол кісінің компаниясы болса, ол да жақсы. Компаниясы болатын болса, бүткіл оборотын тексересіздер. И қаншалықты оның пайдасы бар, сол пайдасынан сіздер алимент өндіре аласыздар. Алимент тек балаға ғана емес, сонымен қатар, егер әке шешесі жаңағыдай зейнет жасына келсе, сол зейнет жасына келуіне байланысты әке шешесі баласынан алимент өндіре алады. Сонымен қатар, егер баласы инвалид болатын болса, инвалид кісі өзінің әке шешесінен алимент өндіруіне тағы да болады. 18-ге толса да. Яғни алименттің бірнеше түрлері бар деген сөз. Егер жауапкер енді алименттен жалтаратын болса, оны қалай төлетудің амалы деген сияқты, оны сот орындаушымен шешу керек. Сот орындаушыға шағымдану арқылы, сот орындаушылар палатасына шағымдану арқылы, прокуратураға шағымдану арқылы жалпылама осы істі жүргізу керек. Білем, алимент өндіру өте қиын. Көп жауапкерлер алимент төлеуден қашады, бірақ оның бірден-бір амалы сот орындаушымен тығыз жұмыс істеу. Ал сот орындаушы жұмыс істемейтін болса, оның үстінен және шағым жасап, жұмысына шағымданып, жаңағыдай сот орындаушылар палатасына, прокуратура шағымданып жұмыс істету керек. Түсіндіңіздер ғой. Осылайша алиментті өндіруге болады.
егер сұрақтарыңыз болса астына қалдырыңыздар, астына телефон нөмірі міндетті тұрады, хабарласыңыздар. Сау сәлеметті болыңыздар. Айтпақшы, подписка, лайк, комментарий сіздерде.